Қаһарлы бұл Круэлла өзі сондай. Ойлашы өзің жамба саған сай. Алдайды ол талай, арбайды ұялмай. Абайла сен асықпай қарап. Қайдағы жоқты айтпашы. Жүрсе ол мұнда қонбайды ырыс. Жолатпайы қоны сақ болған дұрыс. Егер ол жоқ болса ғажап әлем. Круэлла, Круэлла Девил. Есікті ашып жіберсеңіз. Қалың қалай? Кім Круэлла айтсаңшы? Кем дегенде үш апта өту керек қой. Мұнша асыққаның не? Круэлла, тоның аң терісінен тігілген бе? Я, маған да ұнайды. Бірақ өмірде басқа да дүниелер бар ғой. Шайдан ала ғой, Круэлла. Мен әрине. Бұл хикая күні кеше ғана Лондонда басталған. Бірақ басымыздан түрлі жағдай өткен соң ба, біраз жыл болғандай көрінеді. Ол кезде мен өзімнің үй жануарыммен Реджент саябағының қасындағы бойдақтарға арналған пәтерде тұратынмын. Ол күн көктемнің керемет бір күні еді. Бойдақтар үшін қиын кез. Бұл менің үй жануарым Роджер Редклифф. Қысқасы музыкант. Жоқ, үстінде дақтары бар, ол менің атым Понго. Негізі, осы уақытқа дейін бойдақтардың өміріне не жетсін деуші едім. Қателескен екенмін. Ішің пысып зерігіп кетесің. Жалпы, бұл жігітке серік болатын біреу керегін түсінген боларсыздар. Бәрі жақсы, қымбаттым. Жер бетіндегі күшік тиіндеп жүрген жалғыз ит емес шығармын. О, Понго, естідің бе? Әлгі зұлым әйел келе жатыр. Біздің күшіктер табылды ма? Жақсы болды ғой. Қазір-ақ жүре берейік. Қанеке, ал патшата ғой. Иә, ал енді ұйықтаңдар, көздеріңді жұмыңдар. Жақсы жатып жайды тұрыңдар. Ол жаққа аттап басушы болма, жек сұрын неме. Бұл не басынушылық? Егер осыдан қараларыңды батырмасаңдар, полиция шақырам. Айтқаным. Ал енді жаның барыңда шық үйден. Ашыңдар ғане! Ай, көмектесіңдер, құтқарыңдар! Анита, құрбым. Қалай болушы еді әдеттегідей, тағы да көңіл күйім жоқ. Ал Роджер болса, өзін айбынды сөр Галахаттай көретін шығар. Айтпақшы, шұбар достарыңды ұмытып барады екен ғой. Иә. Екеуінің терісін айтсаңшы. Қарасаң көзің тоймайды. Мен жүре берейін. Иттер күшіктегенде хабар берерсің. Жақсы, онда сенен қадылым. Жақсы онда. Әне, көрдің бе, Хорис? Олар кешкі серуенге шыққан сияқты. Қосақ қудай жарасқан жоп. Джонни Хорнерден өтті де саябаққа қарай бет алды. Қойшы енді, Хорис. Пара берсек жібере салады ғой. Маған күмәнің бар ма? Мен саған ешқашан күмәнданба дедім ғой. Жүр, іске кірсек. Мен бәрін де ойластырып қойдым. Маған сенің ойың ұнап тұрған жоқ, Джаспер. Егер ұсталсақ, бұл жол ұзақ мерзімге қамалам. Бірақ оған күмәнім бар. Ей, Джаспер, іші қайда? Теледидарды жаппа, жерге отырып көр. Ей, кетшар, шәңкілдемей, әлде таяқ жегін кеп тұрма. Бұл өсек емес, Люси. Лондоннан хабарлама келді. 15 күшік ұрланып кетіп, ендеше хабарламаны ары қарай тарату керек. Бұл жайлы полковникке айтпаса болмас. Бірақ бұл радиоста одан басқа ешкім жоқ қой. Тырысып көрейік. Керек болса түні бойы үріп шығам. Сан сияқты естіліп тұр. 3 жерде 5 13 беді? Иә, 15 дегенім ғой. Иә, 15 дегенім ғой. Теңбір деймей? Қанден? Жоқ, қасық дейді. 15 теңбіл қасық ұрланыпты. Өй, соны да сөз қып. Таузыр не боп қалды? Бұл не шу? Не өсектеп жатсыңдар? Тыныштық па?
кетіпті. Соңғы рет Нелли күшік деген еді ғой. Ол күшіктің бәрі ит боп кетті ғой. Сонда қалай болғаны? Кеш боп кетті ғой, дауысыңды естірме екен. Ха, не? Ау, капитан. Жарайды, сэр. Құп болады, сэр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қазір, 6, 7, 8, 9, 10. О, құдайым-ай, қай жерге келіп едім өзі? 9, тағы 7, 12, сосын 1, 2, 3, 15. Я солар ғой, 15 күшік. Таусердің даусына ұқсайды. Дабыл белгісі ғой. Сержант? Сержант дейміз. Сержант деймін. Иттер шәуілдеп жатыр. Дабыл белгісі. Дереу полковникке хабарла. Не болды, Дэнни? Белгі берген кім? Не болды? Не болып қалды? Бол тез айтшы, Дэнни, тез айтшы, айтшы. Не дейді, Дэнни? Не жағдай? Полицияға айтпап па? Скотланд Ярдқа? Мен дабыл қағайын. Ол Понго ғой. Риджент саябағында тұрады, дабыл қағып Не жатыр. Сәл шыдай тұр, асықпаш. Сұмдық-ай. Жағдай қиын екен. Ала күшіктерді ұрлап кетіпті. 15-інде. Адамдар бәріне хабарлапты. Енді бар үміт иттерде. Күңгірт шәуілде.